Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері. Қош келдіңіздер. Енді мына бүгінгі менің өткізетін шеберлік сабақтарым, мен сіздерге ылғи тікелей эфирде айтып жүрдім. Бұл сабақтарым ең алдымен біздің ұлтымыздың болмысына байланысты, ұлтымыздың ғұрпына байланысты. Барлықтарыңыз білесіздер, әсіресе мынау аудандарда, ауылды жерде әлі күнге дейін ол сақталған. Енді қалада мен ойлаймын сиректеу шығар, бірақ қалада да бар. Ол жаңағы біздің ауылды жерлердегі сақталған адам дүниеден кеткенде кәдімгі жыртыс таратады, тәберек таратады. Естеріңізде ғой, иә? Мысалы, Алматы облысында бізде тәберектің шетіне кішкентай жаңағы ақшаны байлап сөйтіп таратады. Енді сол тәберектер өте көп жиналады. Олар өздері кішкентай ғана, 50-де 50, 40-та 40, тікейде 30-та 30 жаңа көлемі болады. Оның бояулары неше түрлі. Бір айта кететін жағдай, бояулары өте қанық. Мен осы тәберек таратқанда жаңағы бір бәсең бояуды, я болмаса бір жаңағы баран түстес бояуды көрген жоқпын. Қызыл, жасыл, сары, көк, сонда енді мынау жаңағы көнеден келе жатқан апаларымыздың жақсы көретін бояуы деп ойлаймын. Енді егер де сіздің үйде шаңырақта сондай тәберектер көп жиналып қалса, оларды не істейміз? Олардан жаңағы біркелкі құрақ түрін жасай алмаймыз. Олардан жоба жасай алмаймыз. 4 көрпе, 4 жастық олардан шықпайды. Бірақ та одан не жасауға болады? Ең алдымен тәберектердің бәрін басын біріктіріп алыңыз. Сандықтан шығарыңыз, мөшектен шығарыңыз. Бір менің шеберлік сабағымда кәдімгі 2 мөшек тәберекпен келген бір келіншек болған. Бұл жаңағы дизайн сол келіншектің өтінішімен дүниеге келген дизайн. Бірақ та мен қазір оны білесіздер ғой, енді менің жай ғана дизайннан гөрі мен мынау заманауи, сонан кейін бір кішкене әдемі бір байлықтың, тоқшылықтың нышаны болатын бір сондай көздің жауын алатын бір көрікті дизайнды мен жақсы көремін. Қарап отырсаңыз қарапайым көрпе, бірақ қарапайым көрпенің өзінде мынау заманға ілестіріп, заманауи неше түрлі жаңа шетелдің трендтеріне төтеп бере алатындай керемет дизайн жасауға болады, қыздар. Сондықтан сіздерге қазіргі менің айтайын деп отырған дизайным сол. Мысалы, менде енді тәберек жоқ, бірақ та мен сол жаңа тәберектің шығу тарихын айттым ғой. Тіпті ол көрпемнің аты да тәберек болған. Сол кезде көрпемді жасаған көрпенің аты тәберек, я болмаса жыртыс болды. Ал мен қазіргі сіздерге жанұя деген көрпені көрсеткім келеді. Ол мынау шаңырағымызда қалған жаңағы жыртыстан бөлек, егер де сіз құрақ тігіп жүрсеңіз, жыртысыңыз жоқ болса, үйде құрақ тігіп жүрсеңіз, онда мына қараңызшы, мынандай маталар. Кішкентай ғана көрдіңіз ғой, міне. Кішкентай өзінің размерді әртүрлі, міне қараңызшы, міне. Мынандай міне. Әртүрлі размердегі маталарды жинап алыңыз, қыздар. Сізде қандай маталар қалды? Құрақшы қыздарда, мына көрпе тігіп жүрген, ұлттық дүниені жасап жүрген қыздарда неше түрлі жаңағы маталар қалады. Міне, мынаны көрдіңіз бе? Тіпті мына жерінде кішкентай ғана бар. Мен қазір осы кішкентайын қоса қиып аламын ұзыннан. Міне, осындай маталар. Менде енді қызыл мата көп қалыпты. Сонан кейін мен енді бұл қызыл матаға не қосам? Мен ары ойлап, бері ойлап, қызылды әрине көкпен араластыруға болады, қыздар. Сарымен араластыруға болады, жасылмен араластыруға болады. Қызылды тіпті хакки бояумен араластыруға болады. Прямо хакки. Мен бір жаңағы бір неде жобамда қызыл матаға хакки былғарыны қосып мен жасаған жобам болған. Міне, мен мына жасылды араластырам. Міне мына қызылға. Көрдіңіз ғой? Енді осыны тағы да ашатын маған бір бояу керек. Ол әрине менің алтын былғарым. Виниловая кожа. Ылғи маған жазып жатасыздар ғой, апа, сол не деп. Енді мен бұны тапсырыспен алып келемін. Ал мына біздің нарықта бұны сіздер немен ауыстыра аласыздар? Диско деген мата бар екен, жылтыр, одан кейін парча. Парчаны да жақсы сапасын алыңыздаршы. 3000-лық, 4000 теңгелік парчалар бар. Сондай парчаны алып, тек айта кететін жағдай, парчаның астын міндетті түрде бумажный флизелінмен жапсырып алыңыздар, жарай ма? Менің жағдайымда мен оны жасамаймын, себебі менің астарын мен үстіріп
жасап алып келемін. Көрдіңіз ғой? Менің астарым толық жаңағы қымбат немен дүңлермен жасалынып алып келген заводта. Енді мына осы бояуларды ашу үшін жалғыз тәбелектің өзі қыздар кішкене көзді шаршатып жібереді. Бұлардың арасына мынандай ультра заманауи бір модный дейміз ғой, сондай бір дизайн қосу керек. Мен соны көп ойланып, мен мынандай дизайн қостым. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, мынандай тесма бар. Міне кәдімгі біздің қазақтың оюы бар, міне тесма. Осындай тесма, мен мына қызылға, мына жерде қызыл алтын бар ғой, сондықтан мен қызыл алтын тесма алдым. Бұның бір жақсы қыздар, мынаны екінші жағы басқа дизайн көрінеді. Көрдіңіз ғой? Бір жағы былай, екінші жағында тағы да бір дизайн бар. Міне осы қызыл алтынды алдым. Одан кейін мен жасыл бояудың түрлерін алдым. Міне қараңыз. Міне жасылдың мына жағы мынандай ашық жасыл, мына жағы міне основной жаңағы негізгі фоны сары. Міне осындай тесманы алдым. Одан кейін мынандай тесманы алдым. Міне қараңыз. Мына жағы қып-қызыл. Былай көзге қарасаң бәрі бірдей сияқты, бірақ олар бірдей емес қыздар. Қазір көрсетейін. Міне. Мына жағы көрдіңіз ғой, сары, мына жағы сары қызыл. Мынау қызыл жасыл міне. Мына жағы міне жасылға салынған ою, мына жағы міне қызылға салынған алтын ою. Оны таңдағанда міндетті түрде өзіңіздің тәбелегіңізге келетін матаның түрінен алыңыз. Егер де мынау жақындап тұр ғой, осы жарайды ғой десеңіз, ойдағыдай дизайн шықпайды қыздар. Мен енді көп байқаймын, менің ана YouTube арнамда берген мастер-класты қыздар бір келіспейтін бояумен араластырады да, жаңа жасаған дүниенің сүйкімі кетеді. Сондықтан да осындай мынандай ленталарды аласыз. Одан кейін бізге не керек тағы да ол сабағымызға? Бізге тіпті мынандай бидай шүберектер қалып қалады қыздар. Ана көрпенің шетінен бірнеше түрлі осында бір бидай шүберектер кусок-кусок кішкентай тілім болып қалып қалады. Мен жалпы өзімнің апамның үйреткен жаратылысы, мен ешқашанда осы кусоктарды тастамаймын. Апам солай үйреткен, тиме, жинап қой, енді бәлкім сол заманның өзінің бір көрінісі шығар, жаңағы экономикалық көрінісі ме екен, білмеймін енді. Бірақ мен ойлаймын, осы жаңағы тиімділік, осындай жаңағы ұқыптылық түбінде үлкен шығармашылық бір әдемі дизайндар қалып келеді. Мен мынаны өстіп жинап жүргем, енді маған бұл керек болады. Оларды бір-бірімен жалғастырып, қыздар, қандай кусок болсын, мыналарды бір-бірімен бүйтіп жалғастырып, ұзын ғып аласыздар, ұзын ғып алып, сонан кейін мына лентаның размері бар ғой. Мына лентаның размері менде қазір 5,5 сантиметр, ені 5,5 сантиметр. Түсінікті ғой, бүкіл лентаның размерін алған, енін 5,5 сантиметр қылып алыңыз. Бәлкім сізде 4 сантиметр бар шығар ені, енді 3 сантиметр кішкентай болады қыздар. 5,5, 5, 4,5, 4 енді ең кішкентай ені 4 қылып алыңыздар. Одан үлкен қылып алсаңыздар, ол жаңағы жалпиып кетеді. Дәм кетіп қалады жаңағындай үлкен тесманы. Одан да осындай сүйкімді ғана ықшам ғана тесманы алыңыздар, жарай ма? Міне осы тесманы алды. Мен мына жаңағы бидай шүберекті, қыздар, бидай шүберекті неге айттым жаңа қосыңыздар бір-бірімен деп. Міне мына қалдық бидай шүберек, осыны үстінен аламдағы ұзыннан мен тігіп шығам. Міне бір жағдайда қызыл бетімен тігемін, үстінен екі жақтан кәдімгі прямой строчкамен тігіп шығамыз. Міне мынандай қысқа менде қалыпты лента. Оны аламын да ары қарай жалғастырып әкете беремін. Сөйтіп жалғастырып әкете беріңіздер. Бірақ қиған кезде тура осы екі ортадан қиясыздар, жарай ма? Сонан кейін, егер де мысалы бір лентаны толығымен қызыл жағымен жазып, менде кусоктар бар, сондықтан мен кусоктан көрсетіп тұрмын. Сіздер мынандай толық лентаны аласыздар дағы, ұзыннан өстіріп астарлап шығыңыз бидай шүберекпен. Мына көп қыздар сұрайды, бидай шүберектің орысша аты қалай деп. Бәз. Бәз дейді біздің неден нарықта. Мен бидай шүберектің мен аса қалың емес, аса жұқа емес, бір орташа жаңағы тығыздығын алам, жарай ма? Міне үстіп барлығын тігіп шығасыздар. Міне қызыл жағы бар екен, міне жасыл жағы бар. Міндетті түрде ұмытпаңыздар.
екі түрлі бояу. Менде мысалы 3 түрлі тесма тұр. Мен 3 түрлі жаңағындай осындай ұзыннан тігіп шығамын, екі жағына астарлап шығамын деген сөз ғой. Одан кейін енді мына 5,5 болғаннан кейін мен мынау матамды, енді сіздің жағдайда егер дейді тәбелек болса, жыртыс болса, оның да енін 5,5 қыласыз. Жарай ма? Жақсы болар еді, егер де сіздер ені 5,5-дық линейка тапсаңыздар. Көрдіңіздер ғой деймін, менің осы анау орысша каналым бар ғой, орыс тілінде жүріп жатқан. Сол орыс тілінде жүріп жатқан каналдарда мен айтқанмын, мен линейканың жауымын. Мен қай жерден қандай линейка көрсем, мен линейканы сатып ала беремін. Ол жаңағы қандай уақытта не үшін керек, мен линейкаға қарап, менің санамда дизайн оянады. Түсініңіз ғой, иә? Сондықтан мені шабыттандыратын линейканың неше түрі. Оны бұйыртса алдағы уақытта мен тағы да бір өзімнің ойымда жүрген бір ақылы мастер-классым бар, соны көресіздер. Сондықтан мына егерде линейка болмаса, қыздар, онда тесманың ені 5 болса, 5,5 болса, онда қолмен шилейсіздер, жарай ма, матаны? Тәбелектеріңізді қолмен шилеңіздер. Енді айтуларыңыз мүмкін, ата тәбелектің несі, мынау лента ұзын, тәбелектің мысалы ұзындығы, жалпы жыртыстардың көлемі 50 сантиметрде 50 сантиметр, 40 сантиметрде 40, кейбір жағдайда 30-да 30 болады. Жаңа айтып кеттім ғой. Қорықпаңыздар. Ең қойылатын талап енін сақтаңыз. Ал ұзындығы ұзын болуы мүмкін. Міне көрдіңіз ғой? Міне мына жағдайда міне қысқа, ұзын, мен қалған материалдардан жасадым. Міне тіпті мынандай материал бар, міне көрдіңіз ғой, қысқа. Сондықтан оның қысқа ұзындығына қарамаңыз, бірақ та ұзын жасай беруге болады екен деп 50 сантиметрден асырмаңыз. 50 сантиметрден асырсаңыз, жаңағы ойдағы дизайн шықпайды. Ең үлкен шиіңіздің ең ұзындығы 50 сантиметр болсын, бұдан кіші болсын, ол жаңағы ешқандай ағаттық болмайды. Бірақ ұзындығы енді 50-55-тен асырмаңыздар, жарай ма? Мысалы қараңыз, мына жылтырды көрдіңіз, менде бір қалдық мата қалған ғой. Мен соның алдындағы міне үстіп, енін 5,5 болдым да, мен үстіп қиып алдым, көрдіңіз ғой. Бірақ бұның ең үлкен ен ұзындығы 50 сантиметр, 50-55. Содан кейін бізге, мынаны айттым, одан кейін бізге трафареттер керек. Міне, мен енді қошқар мүйізді жақсы көрем, қыздар. Мен жалпы классикалық дүниені жақсы көрем. Мен мынау заманауи ояудың түрінен, оюдың түрінен, мен заманауи оюды кейде басым жағдайда мен құптамаймын. Себебі заманауи оюда мазмұн жоқ сияқты маған. Мысалы, мына қошқар мүйіздің мазмұны бар. Бұл менің ата-бабамнан қалған 4 түлік малдың нышаны. Бұл ата-баба кәсібіміздің нышаны, бұл тоқшылықтың, берекенің нышаны. Сондықтан мен осы көбінесе байқаған шығарсыздар, менің инстаграм парақшамда мен көбінесе осы жаңа классикалық оюды қолдануды жөн көремін. Егерде заманауи оюды қолданып жатсаңыздар, егерде оюдың тілін оқи білсеңіздер, я болмаса оюды сөйлете білсеңіздер, онда құптан құп. Бірақ мен өзім сол жаңағы негізгі тамырға көп үңілемін. Оны сіздер менің парақшамда көріп отырған шығарсыздар. Міне, мынау осындай фрагменттерді қолданамыз. Сіздің жаңағы шаңырағыңызда қандай фрагменттер жасайсыздар? Әлде сіз заманауи ой жасайсыз ба? Әлде бұдан кішкентай жасайсыз ба? Жаңағы менің алған көлемінен кішкентай жасайсыз ба? Ол ерік өзіңізде. Мен қазір сабақтың барысында сіздерге оны түсіндіремін. Міне мынандай фрагмент қошқар мүйіздің. Содан кейін мынау жарты мүйіз, міне көрдіңіз ғой, міне жарты мүйіз. Осындай фрагментті де қолдануға болады. Одан кейін тіпті міне мынандай фрагментті де мен қолданамын мен. Әйтеуір қошқар мүйіздің бүкіл фрагменттерін жаңа қалай осы дизайнда қолдану керек екен мен сіздерге көрсетемін. Бірақ біздің ең жаңағы жасайтын көрпеміздің аты жанұя. Әрине қайшы керек, ине жіп. Бәрін айтып кеткен сияқтымын. Енді бастайық. Неден бастаймыз, қыздар? Ең алдымен біз мына тесмаларды, мына тесманы, жаңағы мынау көрдіңіз ғой? Осы тесманы қазір астарлап шығуымыз керек. Астарлағанда жаңағы ұзыннан кесіп алған міне бидай шүберекті міне үстіне қоямдағы, міне былайынан қоямдағы,
Содан кейін мынаны екі жағынан әдемілеп тұрып тігіп шығамын. Тігіп шығамын, болды. Аяғына дейін мына ұзын тесманы әрбір түрін үстіп тігіп алыңыздар, жарай ма? Қазір соны бастайық. Одан кейін ары қарай мен мына ленталарды, шилерді өзара қалай қосу керек екенін көрсетемін. Содан кейін қосып біткеннен кейін бұл ұзын ленталарды өзара тағы қалай қосады. Мына ленталарды ұзартып қосу керек, содан кейін ұзын бізде фрагменттер пайда болады. Сол ұзын фрагменттердің өзара қалай қосамыз. Барлық жерде менің ұзақ уақыт тәжірибемнен қалған бір құпиялар бар, қыздар. Мына мастер-классты естеріңізде болады. Осы 10 000 теңгелік мастер-классты алған қыздар естеріңізде болар. Алғашында мен барлығына таратқам. Уақыт кетпесінші, қыздар үйінде отырып жасай берсін деп. Бірақ өкінішке орай бұл мастер-классты жаңағы енді пендеміз ғой, сол өзіне берген кілтін басқа жаққа беріп, сөйтіп программа блокқа түсіп қалған. Енді мен қазір мына мастер-классты мен қайтадан түсіріп жатырмын, қыздар. Бұл жаңағы жаңғыртылған кешегі кеткен мастер-классым емес, мен қайтадан, міне 3-ші күн болды, мен мынаны қайтадан түсіріп жатырмын. Сондықтан да сіздерден өтініш, мынау саудам жүрсін десеңіз, кәсібім өрге дөңгелесін десеңіз, бұл менен сіздерге аманат. Менен сіздерге аманат, сондықтан да осы аманатқа қиянат жасамаңыздар. Енді осы сіздерге берілген ссылканы басқа жаққа жіберем десеңіз, программа блокқа түседі. Сөйтіп сіздер бұл мастер-класстан айырыласыздар. 3-ші рет мен бұл мастер-классты түсірмеймін, қыздар. Қаражаттарыңыз қайтарылмайды. Соны бірден басын шешіп алайын, жарай ма? Себебі мына мастер-классты түсіру үшін маған 3 күн кетті. Одан кейін сіздер мастер-классты жаңағы YouTube арнасында қысқа ғана уақытын ғана көресіздер. Оның барлығы үлкен монтаждан өтеді. Оның жаңағы свет операторы бар, оның сценарийі бар, оның жаңағы түсіріп жатқан режиссері бар, операторы бар. Бұл үлкен жұмыс. Сондықтан да айналайындар, еңбегімді бағалаңыздар, жарай ма? Бір пендешіліктен қаншама қыз осынша бүгін кешеге дейін мені күтіп отырды осы мастер-классты. Мен соңына дейін мен үмітті болдым, үміттендім, қайтаратын шығар, жаңғырталатын шығармыз деп. Бірақ өкінішке орай жаңғырталмадық. Сондықтан да сіздерден айналайындар өтініш. Жай ғана өтініш емес, бұл менің сіздерге аманатым. Әрқайсыңыз ссылкамен тек қана өзіңіз ғана кіре аласыз, жарай ма? Сол енді рұқсат болса, мен жалғастырайын, жаңағы лентамен астарлап тігеміз. Қыздар, мен сіздерге айтқам, міне мынандай тесма, лента, міне екі жағы көрдіңіз ғой, міне бір жағы жасыл, бір жағы алтын, сол сияқты міне бір жағы қызыл, екінші жағы міне жасыл. Менде қазір осындай кусоктар бір жобадан қалған ғой, міне көрдіңіз бе? Міне осындай. Сондықтан мен қазір осыларды қолдану үшін жатып қалады да, бұлар сондықтан қазір қолдану керек. Мен осыларды қолдану үшін қазір сіздерге астарлап көрсетейін, жарай ма? Ал енді сіздер бастағанда, сіздер бірден осындай лентадан бастайсыздар. Лентаны бастайсыздардағы, мынау жаңағы астар, қыздар, бидай шүберек, бұл да қалдықтан жасалынған. Бұларды мен енін 5,5-да 5,5 қып, мына ені мен екеуін бірдей қып алдым. Міне көрдіңіз ғой? Міне 5,5-да 5,5 қып. Енді мен мына қысқа осы ленталардың бәрін осыған астарлап шығам. Осыған жаңағы астарлап тігіп шығам. Ал сіздер мынандай тұтас лентаны аласыздар дағы, міне көрдіңіз ғой? Тұтас лентаны алып, осылай аяғына дейін тігіп шығыңыз. Міне аяғына дейін тігіп шығыңыз. Көрдіңіз ғой міне? Сіздердің жағдайда. Мен енді мына қалып қалған ленталарымды қолданайын, жарай ма? Тіккен кезде, қыздар, мынандай жаңағы қиып алдық қой, мыналар мүмкін тоже көрдіңіз, қалдықтардан қалынған. Мен бұлардың барлығын жинап алдым. Мына қызылдар да бар, қалдықтардан қалынған, көрдіңіз ғой? Осылардың бәрін жинап алдым. Бұларды астарлаудың қажеті жоқ, қыздар. Тек қана мынау тесмамызды ғана астарлаймыз, міне. Астарлағанда, қыздар, бұны екі жағынан тігу керек. Бірінші бір жағынан тігіп шығайық, содан кейін екінші жағынан тігеміз. Болмаса бірден екі жағынан тігіп кетіңіздер. Міне көрдіңіз ғой,
міне бір жағын тігіп алдым. Тура үстінен екінші жағын лапканың ширинасымен тігем. Менің лапкамның ширинасы кішкентай, ал сіздер егерде үлкен болса, лапкаңыздың жартысын алыңыздар, жүрей ме? Ортасынан түсіріңіздер. Міне мен бір жағын тігіп алдым, қазір екінші жағын тігіп аламын. Міне, қыздар, мына астарланды. Енді мына кішкентай ғана лента, менен қалдып қалған лента ғой. Енді мен аламда мына жерін міне қиып алам. Міне, қараңыз. Болды, қиып алдым. Енді мына лентаны ашатындай маған қызыл бояу керек. Түсінікті ғой, қызыл бояу. Енді мен осы ленталарды үстіп бір-бірімен жалғастырып шығамын. Міне жасыл, қызыл бояу, одан кейін мына жасыл велюрді қосам, одан кейін мына алтынды қосам, көрдіңіз ғой? Енді сөйтіп ұзын лента мен жасап алам. Мынау кейбіреу қысқа болуы мүмкін, кейбіреу ұзын болуы мүмкін. Оған қарамаңыздар. Мысалы, мен мына алтыным қазір мына жерде мына қысқа, мына алтыным міне 50 сантиметр. Ең ұзыны 50 сантиметр болу керек, қыздар. Ең ұзыны 50 сантиметрден асырмаңыздар. Біздің тәжірибеден біз енді ең ұзын 50 сантиметр қылып алдық. Сөйтіп осындай бір ұзын кәдімгі лента жасап шығамыз, жарай ма? Енді бұны тігудің өзінің бір амалы бар. Біріне бүйтіп тіксеңіздер болады, міне. Міне бір-біріне үстіп тігуге болады. Бірақ та мен бұлай қиғаш тіккенді мен жөн көрем. Міне, қиғаш тіккенді көрдіңіз ғой? Сонда қиғаш түссе мынау өте әдемі болады. Ол жаңа көрпенің бәрі жиналған кезде сіздер түсінесіздер. Жаңа тік қосқаннан гөрі қиғаш қосқан дұрыс. Енді оны қалай жасаймыз? Міне, осы жерді қадағалап көріп алыңызшы. Екеуін бір-біріне перпендикулярны орналастырдым. Міне, енді мына сызықтан, мына бұрыштан, мына бұрышқа дейін мен тігіп алып келемін. Мына жерде кішкене саусақпен өздеріңіз көріп алыңыздар. Мына бұрыштың қай жерден шығып тұрған, мен бұрышым осы жерге түсті. Астыңғы материалмен қиылысқанда бұрыш осы жерге түсті. Қазір көзбен болжап отырып, мен осы жерге алып келем тігісті. Міне, қыздар, көрдіңіз ғой, міне. Мен мынаны үстіп мені қосып алдым. Мінекей. Үстіп ұзыннан ленталардың барлығын осына қиғашынан қосып шығыңыз, жарай ма? Сонан кейін қосып отырғанда, мынау астындағы мына бұрышты бірден қиып кетсеңіздер болады. Кімге қалай ыңғайлы? Мен барлығын қосып біткеннен кейін мынау бұрышты мен қиып тастаймын да, сонан кейін осындай ұзын лента болып шыға келеді. Келесісінде сөйтіп қосам. Мысалы, мен қазір мына лента келді, одан кейін қызылды қостым. Мысалы, мен мына жерге мен қазір алтынды қояр едім. Одан кейін жасыл бояуды қояр едім. Көрдіңіз ғой, міне. Мына алтын қызылды да ашып тұр, жасылды да ашып тұр. Сөйтіп бүкіл ленталардың бәрін қосып аламыз. Одан кейін оларды 2-де 12 метр 10 сантиметр қып ұзын лентаны өзара қиып жаңағы шилер дайындап аламыз. Түсінікті ғой, шилер дайындап аламыз. Одан кейін шилерді бояу бойынша шашамыз. Оны қазір алдыңғы уақытта көрсетемін. Қыздар, қыздар, енді мені көрдіңіздер ғой. Жаңағы ені 5,5 сантиметрлік тесма. Одан кейін мынау жасыл мен қызылдың жанына мен жасылды қойдым. Одан кейін мына жасыл бояудың түсін ашу үшін оған алтын былғарымды қостым. Одан кейін қайтадан жасылды қостым. Сөйтіп міне жаңа бұл ұзын бізде лента болды ғой. Енді бұларды мен ұзындығын 2-де 10 сантиметр қып
2 метр 10 сантиметр қылып мен қиып алам. Қай жерден түседі, сол жерден түседі қыздар. Мысалы мына жерде көрдіңіз ғой, міне кішкентай ғана міне қызыл қалды. Оған қарамаңыздар. Ұзындығын 2-де 10 қылып бүкіл жаңағы шұбатылған ленталарыңыздың ұзындығын 2-де 10 қылып қиып алыңыз. Егер де сізге тапсырыс жаңа көрпенің ені үлкен болсын, ұзындығы үлкен болсын десе, онда мынау тамаша. Мысалы, жаңағы тырна құрақты, я болмаса ши құрақты біз өсіру үшін оның геометриясын сақтауымыз керек. Ол жағдайда геометриясын сақтау қиын. Жаңа клиенттің размеріне, тапсырыстың размеріне жасау өте қиын. Я оны құрақтың біз табағын кішірейтуіміз керек, я арасына жаңағы бір нәрсе қылып шилерді қосып өсіруіміз керек. Тура геометриялық түрде өсірсек, бәрібір біз тапсырыстың размеріне келе алмаймыз. Менің тәжірибемде солай болды. Ал мына құрақтың тамашасы, бұның енінде, ұзындығында сіз емін еркін өсіре аласыз. Емін еркін үлкейте аласыз, ұзындығын емін еркін жаңағы ұзарта аласыз. Сондықтан да бұл құрақтың бір ерекшелігі сол. Енді мыналарды біз қиып алдық. Жаңа ұзын-ұзын осындай міне көрдіңіз ғой, міне тіліп алдық. Енді мына жерге орналастырамыз. Енді орналастырғанда бір көңіл аударатын жағдай, бұны бірінен кейін бірін қоса алмайсыздар. Қазір мына бояуға қарап отырсаңыз, мысалы, мына алтын мен жасыл әдемі келіп тұр. Онда үстіп қалдырайық. Міне алтын мен жасыл, міне қызыл мен алтын әдемі келіп тұр, сондықтан бұны қалдыруға болады. Ал егерде мына лентаны жанына қойсақ, көрдіңіз бе, міне жасыл мен жасыл келіп қалды. Сондықтан да біз бұны ауыстырамыз. Қазір жасылдың жанына біз бір бояуын ашатынды іздейміз. Міне қараңыз. Міне қызыл ашты. Алтын, жасыл, қызыл. Сонан кейін ары қарай алып кетеміз. Енді мен мына жерге қарасам, қыздар, мына жерде міне қазір мен жақындатып көрсетейін. Мына жерде 3 тесма бірдей келіп қалды. Мына жерде түрлері әрқалай болғанмен, бірақ мынаның несі, бетінің қалыңдығы түсіп кетті. Сондықтан да мен енді мынаны алам. Мына ортасындағын алайықтағы, қазір ортасына басқасын іздейік. Бұның ең қиын жері сол, қыздар. Бүкіл жаңағы ұзын-ұзын шилеріңізді алғаннан кейін, сіздер оларды өзара үйлестіріп жалғастыруларыңыз керек, жарай ма? Міне қараңызшы, мына жерде міне 3 тесма бірдей келді. Мына жер сондай бір жалпақ, сонан кейін мынау айтып отырмын ғой, тықыр болып кетті мына жер. Сондықтан мен қазір ортасын алам. Міне ортасын алдым. Енді қазір осы жерге лайнан көрейік, қыздар. Міне басынан алдым. Мына жерде әдемі келді. Мына жерге алтын түсті. Қандай әдеміге, міне тесман жанына алтын түсті. Ары қарай көрейік не түсетін. Бұны ұзақ енді жинайсыздар. Осының бір тепе-теңдігін таппайынша жинайсыздар. Мына жерге қызыл келді. Одан кейін қайтадан алтынмен келді. Алтынмен тесма, қызылмен жасыл келді. Тамаша, е. Ары қарай жасылмен сары келді алтынымыз. Бұл келіп тұр. Енді мына жерге нені қойсақ болады? Мына лентаны көрейік. Қойдық. Келіп тұр, қыздар, мына жерде кішкентай ғана кусок, ол ештеңе етпейді. 3 түрлі фактура келіп тұр. Мына жерде 3 түрлі бояу, 3 түрлі фактура келіп тұр. Ары қарай жалғастырайық. Мына мен тамаша келе қалды. Көрдіңіз ғой? Бір-бірімен үйлесіп тамаша келе қалды. Енді мына жерге мен жасыл велюр іздейін. Мына жерге прям жасыл велюр керек болып тұр. Түсті жасыл велюр, көрдіңіз ғой? Жасыл велюр. Мына жерге алтын түсіп кетті. Алтын қазір мына жер өте қалың болып кетеді. Келмейді. Енді оның басқа жағын іздеп көрейік. Мына жағынан көрейік қазір. Мына келген сияқты, е? Қыздар келді. Мына жерде қызыл мен қызыл жаңағы қиылысып тұр. Бірақ та өте кішкентай ғана қиылысып тұр. Жаңағында ұзыннан қиылысса, ол қатты көзге батар еді. Мына жерде көрінбейді. Сондықтан осылай қалдырайық. Енді ой, кешірім. Енді мына жақта қараңызшы, мына жақта 2 жасыл келіп қалды. Міне қазір көрсетейін, екеуін жалғастырғанда мына жерге 2 жасыл келіп қалды. Болмайды. Ұзын көлеммен 2 жасыл келіп қалды, сондықтан өзгертейік бұны. Бір жасылды қалдырайық. Мына қызылды қалдырайық. Бұл жерге әдемі келіп тұр қызыл. Келесі мына бояуды көрейік.
Мына бояуды былайынан түсіріп көрейікші. Мына қыздар. Келіп тұр, міне. Жасыл үйлер, алтын. Жасыл, алтын. Так, мына же жасыл мен жасыл келіп қалды. Так, енді мына арасына міне тесма екі жерден келді. Енді үшеуден гөрі енді екеуі жарайды енді. Үш тесма түссе, әрине жаңағы тып-тықыр болып қалады. Енді мынаны көрейік. Міне, мына жерге жасылды қойып көрейінші қыздар. Міне, жасыл, сары, қызыл, тесма, алтын, е. Мына жерде де міне келіп тұр, кезек-кезек келіп тұр. Мына жерде міне қайтадан үш тесма түсті. Болмайды қыздар, мен бұны аламдағы, мынаны бер жылыштамдағы қайтадан мынаны жоғары шығарып көрейін енді. Міне жоғары шығарып көрдім. Мына жер келіп тұр. Мына жерде де жаңағында екі тесма келді. Екі тесма енді іштен етпейді, екі тесманы үш тесма қатарынан келмесінші, сол қиындау. Міне үстіп қыздар, жаңағы ленталарыңызды үстіп өздеріңіз талғамыңызбен бояудың үйлесімдігін тауып отырасыздар. Түбінде бір сондай бір мінсіз әдемі үйлесімді табаласыздар. Сол тапқаннан кейін міндетті түрде мына басына қағазбен, міне қағазбен, инемен битіп нөмірлеп қойып қойыңыз, жарай ма? Мына біздің тапсырыспен жасалып жатқан дүние, біз мынаны уже нетіп қойдық, нөмірлеп қойдық. Нөмірлемесеңіздер, мына жинаған бояуыңызды жоғалтып аласыз. Келістік қой, енді мыналарды біз өзара қосуымыз керек. Өзара қосқанда бұл жерде бір мына ұзын нәрсені қосу өте қиын қыздар. Мына ұзындығы 2 метр 10 сантиметр. Енді бұны қосқан кезде қыздар, мынаны аласыздардағы бір-біріне қойып, міндетті түрде инемен қадап отырыңыз. Міндетті түрде инемен қадап отырасыз, міне әрбір жерден. Тек қана қадап отырсаңыз ғана сіз бұны жаңағы қисайтпай, әртүрлі фактура, бұл қазір иненің астына түскенде, мәшинеге түскенде бұл әртүрлі тігіс береді. Сондықтан да әртүрлі тігіс бермесін десеңіз, мынаны әрбір жерден инемен қадап алыңыз. Инемен қадап аламыз да, сөйтіп тігіп отырамыз. Мынаны тігіп біттік, одан кейін ашамыздағы, міне, қайтадан мынаған инеге қадап аламыз. Түсінікті ғой, е? Сөйтіп инемен қадап отырып, бүкіл ұзындығы бойынша инемен қадап алыңыз. Инені қадағанда міндетті түрде мына ұзындығына перпендикулярына қадайсыздар, жарай ма? Ана иненің тігісіне сонда бізге ине кедергі болмайды. Міне көрдіңіздер ғой, мына жерде мынаның жаңағы астын біз астарладық, міне. Тесманың астын бидай шүберекпен астарладық. Міндетті түрде астарлап отырыңыздар. Сонан кейін айта кететін жағдай, мен мысалы жай құрақ жасағанда ылғи айтам, астар бидай шүберек бірдей болсын деймін. Ал мына жағдайда сіздерге айтатыным, бидай шүберек па, паплин ба, дублер, жаңағы бәз ба, олар әртүрлі бояуда болуы мүмкін. Дәл осы құрақта оны ойламаңыздар, жарай ма? Енді менде жаңа бәз болды, сондықтан мен бәзден жасадым, мына астарын. Ал сіздер үйлеріңізде мынаның астарын кез келген жаңағы әртүрлі бояумен жасай аласыздар. Себебі бұның үсті де, асты да неше түрлі бояуға боялып көріп беріп тұрады. Мен жалпылығы айтам қыздар. Мынау құрақтың астары әп-әдемі теп-тегіс бір бояу болу керек деп. Сонан кейін көрпені қаптағанда, көрпені тігіп біткенде, оның астары да көрпенің үстіндегі жиегі, я болмаса жаңағы шеті, соның бояуымен барынша сәйкестік болу керек. Замоктың да сәйкестігі болу керек. Сонда ғана сіздің көрпеңіз кәдімгі қымбат, әдемі, кәде болып шыға келеді. Егер де үстіндегі әдемі дизайн, астындағы астары жаңағы гүлді, я болмаса үйде ана простыня алып қалды, мына простыня алып қалды деп астарына жаба салсаңыздар, көрпенің құны түседі, дәмі кетеді. Сондықтан да сіздерден өтініш, егер де менің жасаған мінсіз сапамды, менің жасаған көрпемді жасайым десеңіздер, онда соны міндетті түрде қадағалаңыздаршы. Бір ұсақ бір дүние сияқты, ал бірақ та соны тура солай орындап шықсаңыз, көрпеңіздің асты да, үсті де, іші де сондай бір адамның жаңа көз тоятындай бір керемет кәде шығады. Енді мыналарды өзара қосайық. Қыздар, мен қазір мына инені алып, сіздерге бір нәрсені көрсеткім келіп отыр. Жаңа естеріңізде ме, біз
инені перпендикулярно қадаймыз, жарай ма? Тіккенге оңай болады сонда. Енді мына астына жаңа мен айтып едім ғой, нөмірлеп қоямыз деп. Қазір міне біздің жасайтын көрпеміздің ені жиегімен қосқанда 87 болды. 18 осындай ши жасадық біз. 18 ши жасадық, көрдіңіз ғой міне. 18 шиден жаңағы ені 87 көрпе шығады. Егерде қосам десеңіздер, егерде ені 5,5 сантиметрден одан да жаңағы енділеу көрпе жасайым десеңіздер, онда менікі міне 18, сіздер 20-22 алуларыңызға болады мынандай шиден. Енді мына нөмірді тимейміз, қыздар. Бұл нөмір осылай тұрсын. Біз қазір тіккен кезде осы нөмірге тимейміз. Ең соңында бірақ аламыз. Ол не үшін? Жаңа біз бояуды шаштық қой. Сонда бояуды шашқанда шатысып қалмас үшін, жарай ма? Тігіп жатқанда мынау кедергі болды деп алып тастамаңыздар. Енді тағы бір нәрсе айтайын. Мына шилерді өзара қосамыз ғой. Міне 18 ши, менде мынандай. 18 шиді өзара қосқанда қалай қосамыз? Екі-екіден қосамыз, қыздар. Міне 2 шиді қостым, тағы да 2 ши, тағы да 2 ши, сонан кейін екеуімен 2 шиді қосып, 4 шиді қосам. Сөйтіп 4-4-тен жинап аламын да, одан кейін барып 4 пен 4-ті қосып, жаңағы 8 ши жасаймын. Түсінікті ғой, қыздар, е? Жаңа кеңінен бірінен кейін бірін алып келіп қосам деп ойламаңыздар. Міне мен қазір 17 пен 18-ді қосып жатырмын. Осының алдында жаңағы 15 пен 16-ны қостым. 13 пен 14-ті қостым. Сонан кейін мен өзара қосам бұларды. Сонда біздің мынау ұзын шилерді қосу өте қиын, қыздар. Қисайып кетеді. Тігіп жатқанда кәдімгі мойнағаш сияқты бітіп иіліп кетеді. Сол иілмес үшін жаңа инені қададық, мына нөмірлерді бояуды шатастырмас үшін қададық. Енді мен осы түрінде қалдырам, қыздар, міне. Шетін жақсылап тұрып міне келтірдім. Инемді қайтадан қадайым. Қазір. Асықпай тіккен кезде, асықпай мына велюр бір-бірін тебет, білесіздер ғой. Сондықтан тіккен кезде жаңағы басып отырыңыздар, жарай ма? Әдетте, мысалы, мәшіненің асты тартады. Сонда мына үсті ұзын болып шығып кетуі мүмкін. Сол асты тартпас үшін кейде мына жағынан да тартып, үстінен де басып, сөйтіп тігіңіздер, жарай ма? Сонан кейін мынандай міне тігіс келеді ғой, мынандай тігіс келеді. Осы тігіс келгенде, міне қазір мен тігісім үстіп жатыр міне. Мен тура үстіп жатқан қалпында оны үстінен тігіп өте берем, жарай ма? Мынаны былайынан қайырудың қажеті жоқ. Міне өзі қалай жатыр, солай тіге саламыз. Түсінікті ғой, ал бастайық. Мынаны лапканың енімен бірдей қылып аламын. Мен жалпы құрақтың барлығын лапканың енімен аламын, қыздар. Енді өздеріңіздің лапкаларыңызға қараңыздар. Егерде сіздің лапканың ені қалыңдау болса, онда лапканың ортасымен алыңыздар. Мен шетімен аламын, менікі промышленный машине, лапка менің жіңішке. Мен үстінен басып отырмын, қыздар. Инені алып тастайық. Үстіп жаңағы 18 шиді екі-екіден өзара қосып шығамыз. Міне, қыздар, жаңағы біздің шилерді біз өзара қостық. Мынаны айтып едім ғой, мынаны алмаңыздар деп. Міне, енді мынау нені жаңа нөмірлерімізді алуға болады. Мынаны бетіп алайық. Міне көріп тұрма сіздерге. Қазір мыналардың бәрін алайық. Ең соңында бәрін қосып біткеннен кейін алыңыздар, жарай ма? Қазір. Сонан кейін алып біткеннен кейін мен жаңа айттым ғой. Бірінші екеуден қосасыздар, одан кейін төртеуден,
Міне бірінші мына 2 шиді қостым, одан кейін 2 ши. Мына жерде бізде 5 ши қалыпты, сондықтан мынау міне 5 ши қылып біз қосып шықтық. Енді мынаны, мыналарды, міне қыздар, мыналарды мен тура сөйтіп қосып шықтым. Міне 2-2-ден, содан кейін өзара қостым, 2 қосып, оны өзара қостым. Енді мен мынау үлкен жаңағы дизайнға, көрпенің бұл үстіңгі дизайны, мен енді мынау соңғы 5 шиді қосамын. Қалай қосамын, қыздар? Тура жаңағы барлығын қалай қосып шықтық, тура солай қосамыз. Мыналардың бәрін инелеп шығамыз, жарай ма? Мына тәжірибесі бар қыздар, ойламаңыздар. Оп-оңай тіге саламыз деп қисайып кетеді қыздар. Қисайып, кәдімгі мойнағаш сияқты, содан кейін жинай алмай қаласыздар, жарай ма? Сондықтан жұмысты екеу жасамай, бірден осы инемен қадап алайық. Мына қыздар, қадап біттік, барлығын толтырып, енді міне соңғы 5 шиімізді қосайық. Лапканы тура шетіне қоямыз. Үстінен кішкене басып отырыңыздар, қыздар. Ал қыздар, бітірдік. Мына инелерін алып қойайық. Ал қандай бір керемет бір туынды шығып жатыр, қыздар. Қазір көреміз не шыққан. Инелерін алып тастайық. Мына жерден алдым. Міне. Жүріңіздер енді. Ашып тұрып, қазір кеңінен көрейік. Ал қыздар, міне осымен біз көрпенің үстіңгі дизайнын бітірдік. Енді сабағымның басына оралайын. Басында естеріңізде ме? Мен айтып едім ғой, жыртыстардан, я болмаса тәбелектен жасалынатын көрпе деп. Сондықтан да мен ылғи айтам, бұл біздің ұлтымыздың ғана ғұрпына байланысты жасалатын кәде. Енді мен қазіргі жағдайда сіздерге мына өзімнің мысалымда көрсеттім. Өзімнен қалған қалдық маталардың барлығын осы жерге жұмсауға болады. Тек қана оны бояумен топтап алу керек. Міне сөйтіп мен жаңа қызылды жасылды қып топтап, оған жаңа кестелі тесмаларды қостым. Сөйтіп міне осындай дизайн пайда болды. Енді мына көрпені дәл осы қалпында қолдануға болады. Қараңызшы, қандай керемет міне. Әп-әдемі, сондай міне тоқ, бір сондай бір әдемі бір жаңағы бай көрпе болып тұр, е? Мына түріне қарасаң, сондай көзің жауын алады. Қымбат көрпе болып тұр мына жерде. Дәл осы күйінше қалдыруға болады. Сонан кейін, егер де осы дизайнда көрпе жасайым десеңіз, дәл мына дизайнда, онда 4 көрпе бірдей болу керек. Мынаған басқа құрақты қосып, жаңағы араластырмаңыз. Жобаңыздың құны кетіп қалады. Жобаңыздың құны жоғары болу үшін мен сіздерге бөлісетін өзімнің тәжірибем, тура осы күйінде 4 көрпе жасасаңыз болады. Мысалы, қыздың жасауына, я болмаса шаңыраққа, қазақша бөлмеге. Енді маған бұл аз. Мен енді бұны ары қарай дизайнды кішкене күрделендіргім келеді. Мысалы, мынандай қошқар мүйізді қойсам, міне, көрдіңіз ғой? Екі жағына кішкентай қошқар мүйіз қойсам, сонда кәдімгідей әдемі қошқар мүйіз араласқан, құрақтың жаңа түрмен араласқан бір күрделі, көзің жауын алатын дизайн пайда болады. Ол мына қошқар мүйіздің түрлерін әрбір жерге қойып, енді өзіңіздің ойыңыздың ұшқырлығына байланысты жасауға болады. Я болмаса, мынандай міне
жаңа сабақтың басында көрсетіп едім ғой, міне осындай қошқар мүйіздер. Оны өзіңіздің таңдауыңызға қарай бүйтіп әрбір жерден әдемілеп қана үстіп қоя салсақ болады. Міне көрдіңіз ғой, қандай керемет дизайн. Міне әрбір жерге үстіп қойсаңыз болады. Міне осылай жасауға болады, иә. Сонан кейін мына мүйіздерді енді қалай орналастырам десеңіз, өзіңіз білесіз. Мысалы, екі жиекке бүйтіп орналастырыңыз, міне. Кезектесіп, иә, міне екеуін былай қойып, ортасына мынаны келтірейік. Мына екі жиекті былайынан қойып тағы. Мынаны ортасынан кездестірейік, міне. Қараңызшы, міне кезек-кезек келіп тұр. Керемет дизайн. Я болмаса, енді айтып отырмын ғой, бұл мынау мен қошқар мүйіздің бүкіл фрагменттерін мен қолданам. Менде міне мынандай фрагменттер бар, қыздар, міне. Осындай фрагменттерін мен қолданам. Я болмаса сынық мүйіз дейді. Бүкіл мүйіздердің негізі қошқар мүйіз, сол қошқар мүйіздің өзі бірнеше мүйізге бөлінеді. Бірнеше оюға бөлінеді. Жаңағы арқар мүйіз, киік мүйіз, қошқар мүйіз, сынық мүйіз деп. Міне мен сол сынық мүйіз, міне көрдіңіз ғой. Мен сол сынық мүйізді қолданар едім, мысалы. Міне, әдемі алып тұрып, тастап. Көрдіңіз ғой, міне. Осыларды қолдануға болады. Я болмаса мына сынық мүйіздің барлығын жаңағы симметрия, міне барлығын осы бір жағдайға бір бұрышпен бұрып. Міне. Так. Міне бір линияға тізіп, көрпенің бір линиясын тауып аласыз. Сол линияға тізіп қоюға болады, міне. Міне. Бұл да бір керемет дизайн болып шыға келеді, міне. Көрдіңіз ғой. Міне. Я болмаса бұны жаңағындай әрбір жерге тастап қойсаңыздар болады. Сынық мүйізді. Осының үстіне. Енді бұны жаңағы мүйізді қалай клейлейміз, қалай оны желімдейміз, қалай оны қиямыз, қалай оны мына жаңағы көрпенің үстіне қосымша дизайн қылып тігетініміз жайлы менің YouTube арнамда, осы қазақша YouTube арнамда, қазақ тілінде өтіп жатқан, сол жерде осы оюларды қалай желімдеп, қалай жапсырып, қалай тігу нақышы барлығы сол жерде бар. Сондықтан мен қазір шеберлік сабағымның соңында оған уақыт бөлмей қояйын, жарай ма? Сонан кейін көрпенің жиегі. Көрпенің жиегінде мен қазір бұл шеберлік сабағында сіздерге айтпаймын. Көрпенің жиегі менің YouTube арнамда қазақша, қазақ тілінде болып жатқан арнамда көрпенің жиегін қалай орналастырамыз, өлшемін қалай шығарамыз, жаңағы замогын қалай орнатамыз, бұның астарын қалай жасаймыз, барлығы сол жерде бар. Сондықтан мен оған уақытымды бөлмейін, қыздар. Енді мен мынау дайын дизайнды көрсетейін. Дайын дизайн менде қандай шыққанын. Мынау бір түрін көрсеттім сіздерге. Міне. Мынау жанұя деген көрпеміз. Көрдіңіз ғой, мына жерде қошқар мүйіздің бүкіл үлкеннен кішіге дейін размерлер бар. Міне қандай әдемі. Мынау жаңа жиегі қосылған, одан кейін қошқар мүйіздің өзі кезек-кезегімен көрсетіліп тұр. Мен мына көрпенің атын жанұя дедім. Егер де жаңа оюды салмасақ, онда ол көрпенің атын тәберек, я болмаса жыртыс деп атар едім. Сіздер қалай атайсыздар? Сіздерге бәлкім тағы да бір шабыттарыңыз келіп, атын өзгертетін шығарсыздар. Егер де атын өзгертіп жатсаңыздар, осы видеоның астына жазыңыздар. Менің мына көрпемнің аты жанұя. Неге жанұя дейсіз ғой? Мына жерде міне ата, буын, сонан кейін анасы, баласы, немересі. Көрдіңіз ғой, әрбір буынның өзінің жаңа қошқар мүйіз образы ретінде мен әрбір буынды үстіп бөліп қойдым. Осымен бұл көрпенің аты, жаңа айтып кеттім, жанұя. Егер де бұндай көрпе жасайтын болсаңыз, мен ойлаймын, бұл көрпені ең алдымен қыздың жасауына қоссаңыз, дизайн, жаңа қарапайым дизайнда бүкіл көрпені жасап, ал бірақ мына көрпені құдағиға
құдаға, жаңа құда ұнату деген біздің неміз бар ғой, бір өзіміздің салтымыз бар ғой. Енді қай өңірде қалай сақталғанын білмеймін. Сол құда ұнату бұрынғы заманда жаңа көрпеге салып тұрып бүкіл құдашалар дегенің жаңағы құда бала құдашалар жаңағы сөйтіп аунататын. Ал қазіргі жағдайда әрине өйтіп жасай алмаймыз, бірақ та ырымын сақтайды. Міне құда мен құдағиды жаңа осы көрпенің үстіне отырғызып, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, үбірлі шүбірлі болыңыз. Құдай осы біздің келініміз сіздің шаңырақтың алтын керегесі болсын. Құда айналайын, 1000 жылдық болайық. Міне басында тұрған өзіңсің, ұрпағың көбейсін, өрісің кеңейсін деп. Сөйтіп әдемі тілектермен құда мен құдағиға тапсырылатын көрпе. Мен өзім әдетте бұл көрпені құда мен құдағиға табыстаймын. Я болмаса жаңағы үлкен мерейтойларда жасауға болады, сол кісілерге әдемі, бұның упаковкасы бәрі әдемі болу керек. Бұйыртса мен көрпенің қалай упаковка жасайтын YouTube арнасында ақысыз көрсетем қыздар. Сол. Енді барлықтарыңыздан мен айтып едім ғой, мынау мен өңірлерді аралап кетіп, сол екі арада сіздердің араларыңызда жаңа осы мастер-классты кілтін басқа жаққа беріп, сөйтіп бұл мастер-класс блокқа түсіп кетті. Мен енді мынаны қайтадан түсірдім қыздар. Сондықтан да енді осы мастер-класстың құнын біліңіздер, жарай ма? Еңбегіміздің бағасын біліңіздер. Міне қазір сағат түнгі 3 болды. Біз әлі күнге дейін осының түсірілімін жасап жатырмыз. Енді мен сіздерге көрпені көрсеттім. Бірақ 10.000 теңгелік мастер-класста көрпе жайлы көрпе емес, мен мынандай шай көрпені көрсеткем қыздар. Міне мынандай шай көрпені көрсеткем. 10.000 теңгелік мастер-класста міне осы шай көрпені қалай жасаймыз. Міне көрдіңіз ғой. Осындай шай көрпені мен сіздерге көрсеткем. Ал жаңағы мынау көрпенің дизайны, бұның өзінің құпиясы болды. Енді қазір сіздер енді бәрін көргеннен кейін не құпиясы бар деп ойлайсыздар ғой. Ал мені шыдамай тігіп кеткен қыздар өте қиналды. Себебі бұл мастер-класстың жалғасы 5000 теңге, ол жаңағы көрпе болатын. Сіздердің күтіп қалдыңыздар. Оның үстіне мен сонан кейін өңірлерді аралап кеттім. Соның барлығын қосып, мына 5000 теңгелік мастер-классты мен сіздерге бонус ретінде жалғасын көрсеттімін. Сондықтан да айналайындар, мен сіздерді ылғи түсінемін. Сіздердің мені түсінулеріңізді мен де қалаймын. Айналайындар, тағы айтам, еңбегімізді бағалаңыздаршы. Мынаны тағы бөліссеңіздер, енді мен қаражатты да қайтармаймын, мастер-классты мен 3-ші рет түсірмеймін. Келістік. Жарай ма? Сіздерге аманат. Жаңа сабағымның басында айттым. Осымен бүгінгі менің шеберлік сабағым аяқталды. Енді сіздер алыстамаңыздар. Осының бәрін көріп біткеннен кейін біз соңында бір күн таңдап, соңында осы мастер-классқа қатысқан қыз-келіншектерге менің конкурсым бар. Билеттің нөмірі сіздерге берілді. Сол билеттің нөмірі бойынша біз конкурс ойнатамыз. Ол конкурста түскен мастер-класстың қаражатына байланысты мен жаңа кәдесыйларды ұсынамын. Өзімнің жоспарым бойынша 3 түрлі жасау, әрқайсысы 500.000 теңгеден 4 көрпе, 4 жастық шай көрпе. Одан кейін қымбат маталар, авторлық дизайндағы күміс топтамалар, 2 тігін мәшинесін мен ойнатам деген. Бірақ сіздер күн түні жаңа координаторларды мазалап, беріңізші мастер-класс деп, мен сіздерді түсінем. Қазіргі мынау карантинде отырған уақытта әрине уақытымыздың зая кеткенін қаламаймыз. Сондықтан да мен осы мастер-классты бердім, бірақ айта кететін жағдай, приздер, жаңа конкурста ойнатылатын кәдесыйлар, ол осы қанша адам қатысты, сол адамның қаражатына байланысты мен приз тағайындаймын. Сол ол жайлы ақпаратты тағы да қосымша координаторлар сізге береді. Сонан кейін тікелей эфирде сіздермен бірге біз сол кәдесыйларды ойнатамыз. Енді барлығын айтып біткен сияқтан барлығын көрсеттім. Сіздерге тілейтінім қолынан жаңағы өнер дамыған керемет шебер болыңыздар. Менің жақсылығым сіздерге жосты болсын. Қайда жүрсеңіз де жасаған дүниеңіздің бәрі
елдің төрінде тұрсын, шаңырағының төрінде тұрсын, жарай ма? Мен соған тілектеспін. Осымен бүгінгі шеберлік сабағым аяқталды, қыздар. Осы шеберлік сабағы жайлы пікірлеріңізді осы видеоның астына қалдырсаңыздар болады. Лүпілдеріңізді басыңыздар. Енді ол YouTube арнасының өсуінің өзінің алгоритмі. Одан кейін арнамыздағы біздің ақысыз шеберлік сабақтары жайлы ақпаратты қолма-қол алғыңыз келсе, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны бассаңыз, сізге қолма-қол ақпарат өзі жетеді. Сол, мына көрпенің жаңағы, тағы да айтамын, астары бар, жиегі бар. Содан кейін замогын қалай орнатамыз, оны осы YouTube арнасында ақысыз шеберлік сабақтарым өтіп жатыр. Сол сабақтарға өтсеңіздер болады. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Үлкен рахмет. Конкурста кездескенше күн жақсы. Біз біргеміз. Рахмет.